Имам Термизи Шамаил Мухаммади атты еңбегінде пайғамбарымыздың шаш күтімі жайлы мынандай хадис риуаят етеді. Ана Айшата, ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жұбайы Айша анамыздан риуаят етеді. Ал Айша анамыз пайғамбарымыздың жұбайы Абу Бакр радиаллаху анхудың туған қызы, яғни тірі кезінде жәннатпен сүйіншілеген Абу Бакр радиаллаху анхудың туған қызы. Айша анамыз пайғамбарымызға қатысты отбасында болған барлық хадистерді жалпы Айша анамыз жеткізген. Айша анамыз көптеген хадистер риуаят еткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты ауырған кезде Айша анамыздың аяғында болған. Яғни Айша анамыздың үйінде еді. Және сол жерде жерленген. Себебі пайғамбарлар қай жерде жан тапсырады, сол жерге жерленеді. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қазіргі Медина қаласындағы жерленген жері сол кезінде Айша анамыздың бөлмесі болған. Енді сол Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте, ана Айшата қалат: "Ин кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ла юхиббу таяммуна фи тухурихи иза татаххара." Пайғамбарымыз жақсы көретін еді дейді, егер тазарынатын болса, оң жақтан бастап тазарынғанын. Яғни дәрет алатын болса, оң жақтан бастап дәрет алатын. Ва фи тарajjulihi иза тарajjala. Ал шашын тарайтын болса, оң жақтан бастап тарайтын. Ва фи интиалихи иза интаала. Және аяқ киімін киетін болса, оң жақтан бастап киетін. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір істі бисмилламен және оң жақтан бастауды ұнатады. Аяқ киім кигенде де пайғамбарымыздың сүннеті аяқ киімнің ішін қарап, оны бір қағып сосын барып киетін. Себебі оның ішінде түрлі зиянкес жәндіктер болуы мүмкін. Содан сақтық ретінде.